Мектеп. Күнделікті дәстүр. Өзгермейтін қайталана беретін күндер. Табалдырықты аттап ішке енген сәттен тәрбие меңгерушісінің қабағы адамды тыныш жатпаса көңілдендірме сабақ. Кім білген? Бұл тек менің ойым шығар. Сабаққа кіруге бола ма? Сыныпқа да кірдім. Не кешесің? Ұстазға көңілді болып сәлем бергім келіп еді. Ары қарай сабағымызға бастай береміз. Салғырт қарсам. Сабағымызды бастаймыз. Кабинетте естілері шыбынның ызыңымен. Тақтадағы ащы дауыс. Бұлай кім сабақ түсінбе? Ал тақырыпта біреуден үйреніп, сөйлесе бастасам, тыйымға тап болған. Кім барады келісінен? Келе ғой. Асханадағы кезекте созылып, күткен адамның тағатын тауысатын дүниелердің бірі, олай күткенше тамақ ішпегенде дұрыс секілді. Сырттан өте қызық болып көрінетін мектептің өзіндік сүркей жақтары да бар. Ал мектепте ең көңілді жер ол спорт зал. Қанша ойнасаң да ойының қанбайды. Бірақ осындай сәтті тағы да сабақ ұрлайды. Бақытты сабаққа айырбастау керек. Тәртіптің аты тәртіп. Балалар, қоңырауға 5 минут қалды ғой. Сабаққа бармайсыздар ма? Әлде директорға баруларың келіп тұр ма? Осылай болуы шарт емес қой. Тәрбие меңгерушісі бізді қуана қарсы алды. Ол кісінің жылы жүзін көру үшін мектепке күнде асығасың. Ұстазымыз да бұрынғыдай емес. Әр баламен жеке жұмыс істеп, сабаққа еріп толып, ойды дамытып, ол білім алуымызға мүмкіндік берген. Осылай сабақ алғанға жетсін. Асықпай Қазір кезек бұрынғыдан да ұзаққа созылды. Неге дерсіз? Себебі Асқыз апайдың тамағы балда дейді. Балалар, қоңырауға 5 минут қалды. Қоңырау соққанша 1-2 ойнап алайық. Содан кейін сабақтарымызға барып, жақсы ма? Ал бастайық. Ал ең қызығы, үзілісімізді соңғы минутына дейін қызықты өткізетін болды. Білесіздер ме, адамның білімге деген ынтасы, мектепке деген махаббаты қатаң күн тәртібінде емес. Мейірім мен жылы лебізде. Мектеп маған соны үйретті.